Саламатсыздар оқушылар. Сәлеметсізбе? Біз өткен сабақта халық әні, еркемай әнін өткен болатынбыз. Толық бәріміз жаттадық. Енді еркемай әнінің сөзін бүгінгі сабақта қосып айтатын боламыз. Кеттік. Алдымен екі тактыны ойнаймыз. Бірінші ойнағалар екен. И, си, ре, енді қараңдар, осы екі тактының сөйлемін айтып үйренеміз. Еркем, еркем, еркем ай. Кеттік. Ай. Тағы да қайталаймыз екен, түсінікті болу үшін. Енді қараңдар. Арғы екінші, үшінші және төртінші такты екінші сөйлеміне ойнаймыз. Бірінші алдымен ойнап аламыз, панотам, одан кейін сөзді қосамыз. Кеттік. До, ми, до, ре. Енді осының сөзін қосамыз. Сөзі еркелеткен еркемай. Кеттік. Енді басындағы жаңағы еркем, еркем, еркем ай, еркелеткен еркемдай қосамыз. Кеттік. Басынан бастаймыз. Жалғастырамыз. Енді үшінші қатары еркелеткен еркемді сол басындағы нотаны ойнаймыз. Түсінікті ма? Төртінші қатары еркелетсем екен ай. Еркелетсем екен ай. Бітіреміз. До, ре, си, си, ля, ля, соль. Кеттік. Кімге түсініксіз? Сабақ түсініксіз кімге? Інжім, сенің қателікпен жұмыс жасақ, шыққан басына басаймыз келді. Еркем, ай. Айтамыз. Еркем, ай. Айтамыз. Кеттік. Енді түсінікті болу үшін бір рет қайталаймыз. Басынан бастап. Дауысты шығарып айтамыз. Кеттік. Әдемі ән болды, Еркемай әнін енді келесі сабақта толық жеке-жеке тексереміз. Бәріміз толық ансамбль болып бірге ойнап, бірге аяқтауды үйренеміз. Жарай ма?